менде мін бар ма? Мінсіз деуге тіл бар ма? Домбыра сенде тіл бар ма? Тілден асқан үн барда. Домбыраның күші мол, көмейінде күй барда. Құрметті білім алушылар, бүгінгі біздің сабағымыз қасиетті қара домбыраның пернесінен шыққан күй құдіреті туралы болмақ. Құрметті білім алушылар, бүгінгі сабақтың тақырыбы Тахауи Ахтанов күй аңызы әңгімесі. Сабағымыздың мақсаты әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтау. Құрметті білім алушылар, ең алдымен күй аңызы әңгімесінің авторы Тахауи Ахтанов туралы қысқаша мәлімет айтып өтейін. Тахауи Ахтанов мемлекеттік сыйлықтың иегері, драматург, жазушы, кезіндегі Қызыл жұлдыз журналының редакторы, майдангер, жазушы, қарымды қаламгер және аудармашы. Тахауи Ахтанов 1923 жылы 25 қазанда Ақтөбе облысының Шалқар ауданы Шетірғыз селосында дүниеге келген. 1940 жылы Қазақ мемлекеттік педагогикалық институтына оқуға түседі. Екінші курста оқып жүргенде өзі сұранып майданға аттанады. Алғашқы әдеби көркем шығармалары өлең, очерк түрінде майдан газеттерінің беттерінде жарияланады. 1948 жылы әскер қатарынан босағаннан кейін әдеби еңбекпен айналысады. Алғашқы өлеңдері «Жастар дауысы» деп аталатын ұжымдық жинақта жарық көреді. Мінекей білім алушылар, алдарыңызда Тахауи Ахтановтың еңбектері тұр, назар аударуларыңызды сұраймын. Міне мына жерде тұрған Мәскеу түбіндегі шайқасты бейнелейтін әйгілі «Қаһарлы күндер» романы және мынау «Боран» романы. Ал мына жерде тұрған Тахауи Ахтановтың шығармалар жинағы. Енді мына суретке назар аударайық. Бұл Ақтөбе қаласында орналасқан Тахауи Ахтанов атындағы драма театр. Драма театрға 1997 жылы осы белгілі драматург, жазушы Ахтановтың есімі берілген екен. Енді күй аңызы әңгімесінің қысқаша мазмұнына тоқталып кетейін. Жалпы күй аңызы әңгімесінің кейіпкерлері екі күйшінің төңірегінде өрбиді. Оның бірі жасы егде тартқан Естемес күйші және оның шәкірті Оразымбет. Екеуі келе жатып бір нарға кезігеді. Ол нар әбден жүдеп жадап, желіні суалған, мына өнер жағына қарай өркеші жапырылған, әбден қуарған нар екен. Нардың соңынан ілесіп жүре береді екі күйші. Сөйтіп жүріп, олар бір қараша үйге тап болады. Үйге кірсе, бір шал отыр екен дейді. Ол шалдың қызы сыртқа шығып, қонақтардың жаңағы жылқысын алып, өзі байлап, кешіріңіздер, менің әкемде ұл жоқ еді деп қонақтарды үйге шығарады. Үйге кіргеннен кейін егде қарт әкесі бар екен, манағы қыздың үшеуі отырып әңгіме өрбітеді. Сол кезде шал әңгімесінде жалғыз ғана бізді асырап отқан нар түйеміз бар еді. Ол да кешегі қиын қыстау жұт заманда бошалап кетіп, отасыз қайтты. Енді оның желіні тартылып, желінінен сүт шықпайтын жағдайға жетті. Осы күйдің құдіреті бар, күйге мал екеш малда елітеді дегенді естуім бар еді. Естемес, айналайын, саған мен бір қолқа салайын. Осы менің нарымды күйдің құдіретіменен идіріп берші деп қолқалайды. Сол кезде Естеместің көзі шалдың қызына, сұлу көрікті қызына түседі. Естеместің жастық шағы ойына оралып, ішінен бір сезім қылын шертеді. Сол кезде Естемес, жарайды, онда мен де сізге бір қолқа салайын дейді. Бұны шал түсіне қояды, Естеместің өзінің қызын сұрап отырғанын. Бірақ Естемеске шал жарайды деп келісімін беріп, екі күйші далаға шығып, нарды есіктің алдына алдырады. Нарды байлап, есіктің алдына тулақты жайып, жаңыл қыз қолына шелекті алып, нардың желініне барып жақындайды. Сол кезде Естемес домбырасын алып, күйді шертіп, бір төмендетіп, бір жоғарылатып, бір сарнатып, бір құйқылжытып, күйді орындай бастайды. Сол уақытта нардың желіні болса, кішкене сүт шыққандай болады желінінен. Бірақ алайда жаңыл сол кезде қос күйші екеуің де өнерлеріңді ортаға салыңдар дейді де желіні қысып
тұра береді. Оны байқап қалған естемес: ах, менің ғасырым, менің заманым өткен екен ғой, шәкіртім Оразымбет әрі қарай күйді сен жалғастыр, мүмкін нарды сен идірерсің деп қолындағы домбырасын алып өзінің шәкіртіне ұсынады. Шәкірті домбыраны алып Оразымбет күйді құйқылжыта келіп аяқтаған кезде нардың желінінен сүт шелекке сауғалап аға жөнеледі. Міне шығарма осылай аяқталады. Яғни бұл шығармада атақты нар үйдірген күйінің аңызы, шығу желісі осылай суреттелген екен. Енді шығармада әдебиеттен өздеріңіз білесіздер, пролог және эпилог деген ұғым бар. Пролог дегеніміз бұл шығарманың алғы сөзі, яғни кіріспесі. Оны жазушы бізге былай суреттеген: екі салт атты адырдың басына желе жортып шықты да, аттарының басын іркіп, алақан астынан алысты шолды. Төмен қарай көлбеп бара жатқан кең жазықтың шетінде мұнартып оқшау тұрған жалаңаш тау көрінді. Міне кітаптарыңыздан, оқулықтарыңыздан байқасаңыздар, құрметті білім алушылар, шығарманың прологы осылай баяндалған екен. Әрі қарай шығарманың қорытынды сөзі, нүктесі эпилог деп аталады. Яғни ол шығармада былайша көрініс тапқан: Оразымбет домбыраны алып тарта жөнелгенде, нардың сүті де шелекке сауылдап құйыла берді. Біз қайдан білейік, нар үйдірген күйі осылай туыпты деседі. Мінекей бұл шығарманың эпилогы. Әрі қарай, енді өздеріңіз байқап отқандай, құрметті білім алушылар, шығармада 3 кейіпкер бар. Оның біріншісі, басты кейіпкері естемес күйші, Оразымбет оның шәкірті, одан кейін манағы алдарынан шыққан сұлу қыз Жаңыл. Енді естеместі жазушы былайша суреттейді: жасы 50-ді алтындаған, әдемі дөңгелек қара сақалды, биік дөңес мұрынды, кішілеу өткір қоңыр көзі, биік қабағының астында терең ұялаған қағілез кісі. Бұл осы өңірге аты кең жайылған естемес күйші еді. Тарамыс денелі, қатқыл өңді, терең әжімді егде кісі. Әрі қарай оқушылар назар аударамыз, Оразымбетті жазушы былай бейнелейді: астында жалын өрген қылаң бесті, үстінде өңіріне зер ұстаған көк камзол, талдырмаш белін қызыл күдері белбеумен қынадай буған, басында төбесін көк мақпалмен тыстаған құндыз бөрік. Әрі қарай Жаңылдың бейнесін былайша елестетеді: жасы 16-17 шамасында, қою қара қасты, мөлдір қара көзді, дөңгелек жүзді, қара торының сұлуы екен. Үстіндегі жалаң көк көйлегі тозған деп бейнелеген. Әрі қарай оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты бойынша күй аңызы әңгімесінің композициялық сюжетіне тоқталып өтеміз. Жалпы шығарманың композициялық сюжеті дегеніміз міне былайша өрбиді. Назар аударып отырамыз. Бірінші оқиғаның басталуы болады. Одан кейін шығармадағы оқиға әрі қарай дамиды. Одан кейін ол басқа бір оқиғалармен байланысады. Сөйтіп келе жатып ол шығарма шиеленісіп кетеді. Шиеленіскеннен кейін оқиғалар шарықтау шегіне жетіп, оқиға өзінше шешімін табады. Ал енді осы композициялық сюжет негізінде біз күй аңызы әңгімесінің композициясын қарастырып көрейік. Міне оқушылар, назар аударамыз. Бірінші шығарманың басталуы, яғни күй аңызы әңгімесінің желісі бойынша шығарма былай басталады: екі күйшінің жолға шығуы, яғни Оразымбет пен естеместің әңгімесі. Әрі қарай жалғыз нардың кезігуі, ару ананың зары, домбыраға тіл бітуі, жолаушылардың жалғыз қараша үйге келуі бұл шығарманың дамуына жатады. Әрі қарай шығарманың шиеленісуіне біз шал мен естемістің бір-біріне қолқа салуын жатқызамыз. Одан кейін шығарма шарықтау шегі бұл жаңа күйдің пайда болуы. Ал шығарманың шешуі, өздеріңіз байқап отқандарыңыздай, күйшінің жолын жас жігітке беруі, немесе нардың июі. Құрметті білім алушылар, енді сіздер өздеріңіз байқағандай, бүгінгі сабағымыздың мақсаты күй аңызы әңгімесінің прологын және эпилогын анықтай отырып, шығарманың композициялық сюжетіне талдау жасау болатын. Және біз бүгінгі сабақ барысында өздеріңізбен бірлесе отырып, бүгінгі шығармамыздың композициялық сюжетіне толық талдау жасадық. Ендеше үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Үйге, кейіпкерге хат. Шығармадағы
өздеріңе ұнаған кейіпкерлерге хат жазып келесіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.